Сәлем достар, қалдарың қалай, жағдайларың қалай? Біздер бұйырса жаңа контенттер салатын боламыз. Кішкене үзіліп қалды арасы, себебі біздер жаңа үйге көштік, және де ол жаңа болғанымен жалдамалы үйге көштік. Сондай бір жағдайларға байланысты көшуімізге тура келді. Менің қасымда қазір Сардар бар, және ол үш апасы әжесінің қолында қазір уақытша. Бұйырса енді кішкене уақыт өткеннен кейін өзіміз қолымызға аламыз. Бұйырса бізде енді жалдамалы пәтерді сіздерге қазір таныстырып өтейін. Бұйырса біз осы жерден контенттер түсіретін боламыз алдағы уақытта. Сардарға сәлем айтып қойыңыздар. Привет! Сардар, привет! Так, кеттік достар, олай болса біздер қазір кішігірім обзор жасайтын боламыз. Өзіміздің енді болашақта кішкене уақытша тұратын үйімізге. Міне достар, мынау біздегі кіреберіс бөлмесі, және де бұл залы, бұл ас бөлмесі, бұл әжетханасы деуге болады. Бұл енді осындай болып тұр. Бұл енді хозяйканың заттары алып кетеміз деп айтып еді, алып кететін шығар. Бізде уже 3 күн болды осы жақта тұрып жатырғанымызға. Бүгін 3-ші күніміз. Жаймен үйренісіп келе жатырмыз. Мына жерде енді шкаф жоқ. Пока что өзіміздің киімдерімізді осылай жинап қойдық. Аяқ киімдеріміз осылай жатты. Мынау біздегі қалай айтсақ, залы, қонақ бөлмесі деп айтуға болады. Енді бұл жақта да дым жоқ. Былай қарап отырсаң, шкаф ештеңе жоқ. Біз көрпелерімізді осылай жерге жинап қойдық. Мына жерде Сардардың ойыншықтарын салып қойдым. Так, достар, міне қарап кетіңіздер. Біздер мына жерде терезе ашылады. Бірақ оны аршанда сеткісі жоқ болғасында кішкене қорқыныштылау. 4-ші этаж бізде. Енді осылай киімдерімізді осылай жинап қойдық. Кеттік, олай болса ас бөлмесіне барайық. Ас бөлмесі бізде осындай тамақ ішетін жері, тамақ пісіретін жері, ыдыс жуатын жеріміз мынау. Ол жерде де ондай қатты условия жоқ. Ыдыстарымыздың бары осы жерде тұрады. Ең бастысы жылы, үйдің іші жылы, бірақ сонда да Сардар кішкене үйге үйренісе алмай жүр ме, әлі жөтеліп жүр. Бұйырса біз осы үйде енді қай уақытқа дейін тұратынын ол бір Аллаға мәлім. Ары қарай біз осы үйде контенттер түсіретін боламыз. Ары қарай осы үйде жалғастыратын боламыз, достар. Енді мына жерде сіздерге сол кішігірім обзор жасап көрсетейін дегем. Бұйырса блендбек кітапшаларымызды да алдағы уақытта жасайтын боламыз. Міне оның материалдары осы жерде тұр. Бұйырса алдағы уақытта жасайтын боламыз. Біздермен бірге болыңыздар. Әрі қарай қызықтар алда. Қызықтар болады, әртүрлі контенттер салатын боламыз. Тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп қойыңыздар. Және де жаңағындай бұйырса 3 қызды да алдырамыз, 3-еуін. Пока что оларда үйде телевизор жоқ, үйде Wi-Fi жоқ. Міне, сондықтан олар сабағы да бізге алыс болып кетеді. Сондықтан уақытша әжесінің үйінде тұратын болады. Содан кейін бұйырса алып бәріміз бірге контент салатын боламыз. Біздермен бірге болыңыздар. Пока-пока де. Пока де. Сардар, теппе маманы. Пока-пока де. Пока достар. Сіздермен қоштаспаймыз. Тағы да кездесетін боламыз алдағы уақытта. Бұйырса жаңа контенттер салатын боламыз.
Егер сіздерге қызықты болса, әрі қарай қызықты болатын болса, сіздер біздің каналға, Стоя каналына тіркеліп, және де лайктарыңды басуды аямаңыздар. Пока-пока, келесі контентте кездескенше.